Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз тоңазытқыштарды жөндеудің қызықты әлеміне енеміз. Сіз барлық қыр-сыр мен құпияларды білуге дайынсыз ба? Олай болса бастайық. Жалпы бізде қазір LG деген холодильник 10 жыл болған. Бұда инвертор деген мотор тұр. Яғни сол моторды біздер қазір басқа моторға ауыстыратын боламыз. Ол үшін біз мотордың аяқтарын ұстап тұрған темірлерін шешіп аламыз. Видеодағыдай аяқтарын ұстап тұрған темірлерін отверткамен шешіп аламыз. Және тоқтарын да айырып қоямыз. Және оған пайкіленіп тұрған екі трубасы болады. Біреуі темір, біреуі мыс. Және де компрессорды салмай тұрып, пайкілемей тұрып трубаларын оны сол өзінің тоғына қосып көреміз. Видеода біздер жаңа компрессор алып келген болатынбыз. Жалпы холодильниктерге ұсталған компрессор салуға кеңес бермейміз. Осындай міне вентилятор қосылды, өзіңіз көріп тұрғандай. Және де сол вентилятор қосылған кезде компрессорге де, яғни моторға екеуіне бірдей ток келеді. Сосын біз оны мотордың қосылған жерде көріп, көзімізді жеткізіп, содан кейін оны салатын боламыз. Себебі өзінің моторы тұрған. Ол ешқандай бұлай тіршілік сипатын көрсетпеген болатын. Яғни істен шыққан болғандықтан біздер екінші компрессорды осылай тексеріп, салмай тұрып, яғни пайкілемей тұрып тексеріп аламыз. Енді 100-ден 1 кейде болады. Новый жаңа компрессорлердің өздерде брак болып шығады. Яғни заводтан сондай іске жарамайтын брак болып шығады. Сол себепті осылай қосып алу керек пайкілемей. Пайкілемей қосқан жағдайда ғана, егер брак болса, онда магазин қайтадан оны алатын болады. Егер пайкілеп қойғаннан кейін, оны магазин алмайды. Еске сақтаңыздар. Енді бұны біздер отпен, яғни горелкамен трубаларын ажырататын боламыз компрессорден. Содан кейін барып, өзінің тұрған резинка аяқтарына жаңа моторды отырғызып, трубаларын пайкілейтін боламыз. Жалпы біздерді көріп отырғандарындай, біздер клиенттердің үйіне барып жасап жатырмыз. Бұған орталай себептер бар. Яғни бұл жерде клиент біздер жалпы жаңағы орысша айтқанда техника безопасны дейміз ғой. Бұл нәрселерді біздер сақтаймыз. Себебі үйде істелініп жатыр. Үйде істелінудің бір пайдасы, бірнеше пайдасы бар. Маған да пайдасы бар, клиентке де пайдасы бар. Себебі деген, бұл жерде айта кететін жайт, клиент көптеген шығындар шығармайды. Яғни бұны апару үшін де газель жалдау керек, және де бұған адам керек көтеретін.
сол сияқты сосын оның нелермен тасып жүрген кезде қайтадан бір жерлерін соғып фреон шығып кету деген нәрселер бар. Сол себепті клиентке біздердің үйіне барып істеу өте ыңғайлы болып табылады. Және ол бізге де пайдасы деп айтып кеттім ғой. Сол себепті оның пайдасы бізге қарапайым адамдар көп нәрселерді білмейді. Яғни бұны қалай тасымалдау керек, бұл нәрселерді білмеген себепті олар фреондан шығарып алып, ертесіне қайтадан шақыру мүмкін. Сол себепті біздерге де ыңғайлы, біздерге де пайдалы, егер біз үйіне барып, сол жерде тұрған жерінде істеп, содан кейін сол жерде қайтадан орнына қойып беріп, бұзылмауына сондай жақсы себепті. Сол себепті жаңағыдай біздер үйлеріне барып, жылдам, әрі сапалы, әрі біраз ақшасы айтқанда қалтасында қалады клиенттердің. Енді бұл жерде жаңа айтқандай трубаларын ажыратып жатырық. Қазір жаңағы жалпы көп нәрселер, терминдерді жалпы бұл жерде орысша айтылады. Неге десең, бұл жерде сол орыс тілдің көп осы тақырыпта көп айтылатын себепті біздер жаңа обратка дейміз, подача дейміз. Жалпы қазақшаның терминде көп бұндай нәрселер түсірілмеген себепті кейбір орысша сөздерді солай пайдалануға тура келеді. Кейін жайлап қазақша аттарда бұның шыға бастар алдағы уақытта. Бұл жаңа обраткасын бірінші айырдық. Бұл яғни қазақшалап айтқанда ішке соратын жағы, солай айтылатын жалпы. Фреонды бұл сорат және үрет деп айтайық. Соратын несін жаңа ажыраттық, енді үретінін ажыраттық. Үретіні темірден болады. Мынау ажыратып отқанымыз енді үшіншісі бұл оның фильтрі. Фильтр жаңағы холодильниктің бойындағы ылғал, сондай кейбір мысалы майда айтқанда қоқыстар, соларды ұстап қалатын бұл фильтр. Бұл фильтрді ауыстыру маңызды. Әрбір ремонт көрген кезде бұны ауыстырып жіберу керек. Шебер адам бұны міндетті түрде ауыстыру керек. Себебі бұл себепті де холодильниктер бұзылады. Дәл осы фильтр үшін де бұзылатын холодильниктер бар. Ал бұнда үлкен ремонт жасап жатқан кезде, жаңағы мотор ауыстырып жатқан кезде бұл фильтрді ауыстыру маңызды болып табылады. Манағы айтқан аяғының резинкілері, бұл отыратын резинкілері. Жалпы фильтр айырған кезде ыстық болады, сол себепті темірге қойдық, енді яғни қолға қойдық. Енді қайтадан өзін новый жаңа моторды қондыратын боламыз. Бұл жерде жаңағы сору, үру трубаларын жалғайтын жерлерді кеңейтіп аламыз. Кеңейтіп алып, алдын ала салмай тұрып кеңейтіп алудың маңыздылығы, салғаннан кейін ол жерде қол сыймайды, уже жерге қолың сыймайды. Оған қоса кеңейтетін құралдарды сыймайды. Сол себепті бәрін алдын ала істеп аламыз. Жалпы тағы да айта кететін жайт, мына жанында тұрған конденсатор деген нәрсе темірі қызады. Яғни қызған кезде оны охлаждать ететін, яғни салқындататын қапталында жанында вентилятор тұр, көріп тұрғандай. Сол вентилятор манағы қара мына радиаторды конденсатор деп айтамыз. Жалпы термин тілде конденсатор ысиды, сол ысыған кезде оны охлаждать ететін вентилятор бар. Сол вентилятор ауа сорат. Бұның негізі аузы жабық болады темірмен. Сол тесіктерінен ауа сорған кезде
Енді ол жерге жақын тұрғаннан кейін әртүрлі шаңдар, заттар кіреді. Сол кірген кезде радиаторымыз бітеледі шаңнан. Сол радиаторларды біздің клиенттерге кеңесіміз бір 3 ай сайын холодильникті сөндіріп, орнынан бері қарай шығарып алып, радиаторды тазалап шөткімен, содан кейін қайтадан есте сақтап алыңыз. Қайтадан орнына қойғаннан кейін міндетті түрде 3 сағат күту керек, кем дегенде. Оған бірталай себептер бар. Яғни мотордың ішіндегі майы тұну керек. Ол тұнбаса ол фреонмен бірге, яғни сол система деп айтамыз, бүкіл системаға майдың да қосылып кетуімен манаға фильтріміз манаға айтқан. Және де оның фильтрдің бір шетіне кішкентай болып жалғанатын капиллярный труба деп айтамыз. Капиллярлық трубамызда бітеліп қалуына сол бірталай себеп болады. Сол себепті кішкентай ереже, кішкентай сондай нәрселерді де егер де сіз сақтап, егер холодильникті солай ұстайтын болсаңыз, көптеген шығындардан сақталасыз. Себебі жаңағы айтқандай дұрыс қарамағандықтан, уақытында қарамағандықтан көптеген шығындарға апарады. Уақытында бірінші жалпы себеп кеңесіміз, уақытында жаңағы аурудың басында хабарлассаңыз, ол кезде емдеуде жеңіл болады, емделуде арзан болады деген сияқты көптеген шығындардан сақталасыз. Бұл жерде жаңағы өзіміздің пайдаланатын америкалық припойымыз бар. Припой деген жаңағы сваркада электрод деп айтып жатамыз. Көбінесе адамдарға түсінікті болу үшін электрод деп айта берейін. Өзіміздің жаңағы электродымыз бар. Сол электродпен бұны құямыз, яғни сваркамызда. Бұл жерде ақ порошогымыз, бұл деген кислотамыз, яғни флюс деп айтамыз өзіміздің тілімізде, яғни холодильниктердің тілінде флюс. Сварканың электродын, оны припой деп айтамыз, жалпы түсінікті болу үшін. Ағзатқа батырамыз, кислота батырып, мусорларды, яғни майларды сол жерде өлтіріп отырамыз, дұрыс жабысу үшін, фреон шығып кетпеу үшін. Сондай бар заттарды, құралдарды, материалдарды, жақсы сапалы материалдарды пайдалана отырып өзіміздің жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Ол деген маған да, клиентке де жақсы болады деген ойдамын. Бұл сваркілеп жатқан штут жағына клапан шредер деп айтамыз. Яғни фреон құятын жері. Бұл резо болады. Ішінде непіл болады, кәдімгідей көліктің дөңгелегінде тұратын непілдер сияқты, велосипедтегі непілдер сияқты. Енді бұның жаңағы үру, сору трубаларын жалғағаннан кейін, фильтрді жалғамай тұрып, біздер тоғын қосып, тағы да тексеріп аламыз. Сол фильтрге жалғанып тұрған трубадан ауа шыға ма, шықпай ма деген сияқты. Міне вентилятор қосылды. Вентилятор қосылса, міндетті түрде уже моторда қосылауға тоқ келеді деген сөз. Енді біздер жаңа кішкентай ақшыл тоқтың бер жанында тұрған ақшыл трубаны қолымызбен басып ұстап қараймыз. Ол жерден ауа шығу керек. Егер де ауа шықпаса, онда манаға үру жағын ішін пайкі құйылып кетті деген сөз.
яғни бітеліп қалды деген сөз. Ол деген егер де біз фильтр жалғап тастайтын болсақ, онда ол уже кеш болады. Оны біле алмаймыз. Не үшін ішіне фреон бармай тұр. Сол себепті әр нәрсені мұқият алдын ала тексеріп отырып, асықпай осылай жұмысымызды жүргізіп отырамыз. Себебі бұның барлығы қайтадан істеу көптеген уақытыңды алады. Ал уақыт деген қазір бәрімізге белгілі, ол өте қымбат нәрсе. Сол себепті уақытымызды жоғалтпау үшін алдын ала бәрін тексеріп, асықпай, мұқият қарап отырамыз. Міне енді біз фильтрімізді жалғап жатырмыз. Мен манағы айтқандай, бұны міндетті түрде жаңа фильтр салатын боламыз деп. Себебі 10 жыл болғаннан кейін бұл фильтрлер бітеледі. Егер фильтрді кесіп қарайтын болсақ, ішіндегі жаңағы абсорбент деген нәрсе болады. Оны жаңағы егер де пластик терезелеріңіз болса үйде, сол пластик терезенің ішінде де осындай ақ порошок сияқты нәрсе болады. Ол деген ылғал ұстап қалады. Яғни даладағы ылғалды бері қарай кірген кезде сол ылғалды өзіне алып, яғни үйге кіргізбей ұстап қалатын абсорбент деген. Егер де біреулер қазақшасын білетін болса, айтыңыздар. Біздер жалпы абсорбент деп айтамыз. Яғни осы кішкентай порошок сияқты нәрсе осы фильтрдің ішінде де болады. Фильтрдің ішінде болудың мақсаты жаңағы холодильниктің ішіндегі көзге көрінбейтін ылғалдар болады. Яғни осы үйдің ішінде жалпы ылғалы болады. Енді ол процентпен, пайызбен айтылғанда өзіңіз білесіз. Пайызбен осынша процент ылғалдық болады, осынша процент ылғалдық болады деп айтылады жалпы. Сол ылғалдықтар осы жөндеу кезінде міндетті түрде кіру мүмкін. Бұл кейбіреулер ойлауы мүмкін, бұл фильтрді жалғамасақ бола ма деген сияқты. Фильтрді жалғамасаңыз жалпы болады. Неге десең, бұның мақсаты ылғал ұстап қалу тек қана. Басқа бұның мақсаты жоқ. Ал егер де ылғал болса, онда ол уже сізге зиян береді, фильтр болмаса. Сол себепті біздер өйтіп, яғни ондаймен айналыспаймыз. Фильтр салмай, фильтрді экономдау деген, үнемдеу деген сияқты нәрсемен айналыспаймыз. Біздер барлық нәрсе біту үшін жақсы себептерін аламыз. Егер де жақсы себептерін алсақ, сондай Аллахтан результатты да күтуге болады. Яғни барлық нәрсе Аллахтың қалауымен болады. Оны бәріміз білеміз. Ал біздің міндетіміз соны жақсы себептер жасау. Жақсы себептерді алу. Жақсы себеп, ол жақсы нәтиже болады деген қағидалар бар. Енді міне фильтрімізді жалғап болдық. Бұл фильтрді жалғаудың да қол үйрету керек. Бұл жаңағыдай бірден бола бермейтін нәрсе. Бұған көптеген тәжірибе, жаңағыдай қалай айтады, практика. Яғни практика жасау арқылы, көптеген практика жасау арқылы бұл фильтрдің де өзінің сваркілеу сырлары бар, қыр-сырлары бар. Енді бұйырса қазір бұны сваркілеп болғаннан кейін өзіміздің мынау жаңағы припойымыздың шыққан жерін көрсетіп атқан түрім. Бірақ дұрыс көрінбей қалыпты. Жалпы Made in USA деп тұр, яғни Соединенные Штаты Америка дейді ғой, ақш, Америка құрама штаты. Сөйтіп жазылып тұрған припойларымыз, яғни бұл жақсы припой деген сөз, сапалы. Міне мына жерде біздер қазір өзіміздің сваркамыздың жаңағы көрінбей тұрған жағын, ар жағын, яғни айнамен қарайтын боламыз. Бұл айна деген өзіне сол холодильник жөндейтін адамдарға арналған айна болып табылады. Бұл жалпы алайда стоматологияға айнасына ұқсайды.
олар да сөйтіп ар жағы көрінбей тұрған жағын қарайтын болады. Енді мына жерде қарап болғаннан кейін, көзіміз жеткізгеннен кейін, манағы айтқандай әрбір нәрсені мұқият асықпай дұрыстап қарап аламыз. Себебі бір кішкентай тесік егерде болған болса, қалып қойған болса, пайкеленбей қалған болса, онда ол қазір біздің уақытымызды алады. Екінші рет сваркілеп, оған тағы да біздер ішіндегі ауасын сору үшін вакуумға қоямыз. Вакуум дегеніміз бұл насоспен ішіндегі ауасын сорып аламыз. Себебі жөндеу кезінде ішіне ауа кірді, яғни кіреді міндетті түрде. Сол кірген ауаны біздер насос арқылы бірінші шығарып аламыз, фреон құярдың алдында. Сол себепті біздер мана істеген жұмыстарымызды міндетті түрде бір дұрыстап тұрып қадағалап аламыз, екінші рет істемеу үшін. Енді міне өзіңіз сол жағында көріп тұрғандай манометрмен, яғни шлангалар жалғанған мына манометр арқылы шлангаларымызды жалғап, ауасын насоспен сорып жатырмыз. Насоспен ішіндегі ауасын сорып 10 минуттай ауасын сорамыз. 10 минуттай ауасын сорғаннан кейін барып тағы да күтеміз. Егер де біз білмейтін қателіктер міндетті түрде болуы мүмкін. Адам болған соң, пенде болған соң асығыстық жасап қоямыз кейде. Сол кезде бір пайкеленбей қалған, көрінбей қалған тұстары болады. Сол себепті фреон құймай тұрып, оны кішкене күтеміз. Насоспен ішіндегі ауасын сорып болғаннан кейін көзімізді жеткізіп, толық сварканың жақсы өткенін, сварканың ешқандай қателік болмаған көзіміз жеткізгеннен кейін барып фреонды құямыз. Жалпы бұл менің былай айтып жатырмын, бірақ бұл жерде басқа да көптеген ұзақ түсіндіретін нәрселер бар. Жалпы бұның бәрін бір видеоға сыйдыра алмайтынымыз ол анық. Жалпы холодильникті жөндеу процесс, яғни компрессор ауыстыру процесі жалпы осылай жүреді. Бұл жерде енді манағы айтқандай LG холодильниктері біздер енді былай тілмен айтқанда иномарка деп айтамыз. Жаңағы Samsung, LG сияқты холодильниктерді иномарка дейміз. Яғни басқа да механический, яғни механикалық холодильниктер де бар. Атлант, Беруса, Индизит, тағы сол сияқты холодильниктерді простой деп айтамыз. Простой, механический деп айтамыз. Жалпы бұл иномаркілердің де жаңағы комфорт, бұларды мәшінмен салыстыруға болады. Мәшіндер қанша комфорт болған сайын, сонша оның көптеген датчиктері, көптеген запчастері болады. Бұл холодильниктерде дәл солай. Қанша адам өзіне комфорт іздеген сайын, сонша ода көптеген проблемалар болуы мүмкін. Уақытылы дұрыстап қарамағандықтан көптеген проблемаға алып келуі мүмкін. Сол себепті біздердің әрдайым айтып жүреміз, әрдайым айтамыз клиенттерімізге, біздер ешқашан бұзылғанын қаламаймыз. Бәрібір ол холодильник бұзылады, бәрібір біздерге заказ болады. Себебі бүкіл адам біздің айтқанымызды тыңдай бермейді, және де ол адам болған соң ұмытып кетеді, қаралмай қалады, есіктерін ашып кетеді, бірдеңесін қимылдатып, жаңағы айтқан заттарымыз есінен шығып кетіп, соған қарама-қарсы заттар істеп бұзылып қала береді. Жалпы біздер айтуымыз міндетті, дұрыс кеңесті. Бұл жерде енді жаңағы фреондарымызды құйып жатырмыз. Яғни бұл жерде 600 деген фреонмен заправка істеп жатырмыз. 600 дегеніміз жалпы отқа жанатын фреон болып табылады. От тегізуден білмейтін адамдарға, көп тәжірибесі жоқ адамдарға кеңес бермейміз. Бұған
жалпы адамдар кейбір кездерде сол нәрселерді білмегендіктен жаңағы техника безопасности деп басында айтып кеттім. Сол техника безопасности ұстамағандықтан үстіне оттардың, жаңағы қас қабақтарының күйіп қалып жатқан нелері бар, яғни бетіне от шашырап. Бұл фреон, яғни жаңа айтқандай жанатын фреон. Бұны тек қана көп тәжірибелері бар адамдар жасаған жақсы деп ойлаймын. Сондай адамдарға тапсырғаныңыз жөн. Себебі бұл үйде жасалынып жатқан нәрсе болғаннан кейін айналаңызда, мысалы холодильниктің айналасында көптеген тез жанатын нәрселер болады. Мысалға занавеска болады, тағы сол сияқты столдар, дастарханның үстінде жайылып, дастархан деген сияқты столдың үстіне жайылып тұрған, сол сияқты қапталында ағаштар, яғни полдың өзі қазір ағаш, мысалға сол сияқты нәрселерді күйдіріп алмау үшін, яғни сол нәрселер сақтану үшін бұған білімі жоқ, тәжірибесі жоқ адамдарға жақындамауға кеңес берем. Балдарға, енді былай тем более дейміз ғой, тем более балдарға бұндай нәрселерге жақындатпауға кеңес береміз. Бұл жалпы последствиясы жаман. Өзімізде басында талай сондай нәрселерді болды. Басында тәжірибе аз кезде, асығыс болған кезде сондай маңызды нәрселеріне мән бермей кейде солай болатын жағдайлар болды. Енді ол жерде міне соңына келдік жалпы холодильнигіміздің. Бұл жерде қарайған пайдалы нәрселер айтылды деп ойлаймын. Көптеген нәрселер айтылды деп ойлаймын. Жалпы тағы да бір айта кететін жайт, қазіргі таңда холодильниктердің көп бұзылуының бір себептерін айтып кетейін, маңыздысын. Видеоның соңына дейін қарап отқан адамдар енді бұл маңызды нәрселерді естіп қалғандары өздеріне пайда келеді деп ойдамын. Қазіргі холодильниктердің тез бұзылуының себебі қазіргі таңда адамдар деген сапаға емес, санға жұмыс жасайтын заман болып тұр. Яғни қазір зауыттардың өздері бір нәрсе шығарған кезде оның сапасына қатты мән бермейтін болып кеткен. Неге десең, мысалға бір холодильникті шығарады және ол холодильник 20 жыл жасайтын болса, ол завод, яғни бір клиентті 20 жылға жоғалтты деген сөз. Сол себепті қазіргі біздердің барып жүрген холодильниктеріміз, мысалға ең көп дегені қазіргі осы иномарка деп мана айттым ғой, LG Samsung'тардың иномаркілердің көп жасап тұрғандары, сол ең көп жасағандары осы міне қазіргі осы видеодағы, мысалы өзім таңғалып отырмын, 10 жыл 2013-2014 жылы алынған холодильник деп айтты. Қазір 23 жыл 24 декабрь, желтоқсан, 25 желтоқсан, 24 или 25 қателеспесем. Сол себепті холодильниктердің көп бұзылуы содан. Яғни завод шығарады, ол клиент бір 3-4 жылдан ары кетсе, 3-4 жылдан оған қайтып келіп новый холодильник алу керек деген бір өздерінің жаңағындай маркетинг деп айтамыз ба, қалай айтады жалпы, сондай бір адамдарға істеген нәрселері. Бірақ ол бәрібір адамдардың жағдайына байланысты қайта 300-400 мың теңгеге холодильник ала бере алмайды. Сол себепті осындай біздер сияқты жөндейтін шеберлерге жүгінеді. Бұл жерде жалпы компрессор ең үлкен, ең қымбат нәрсесі компрессор болып табылады. Сол компрессорын ауыстырып жатқан осы видеодағы ең үлкен шығын осы. Жалпы оған дейінде шығындар болады, фильтр бітеледі, манаға айтқандай, вентиляторлар істемей қалады, конденсатор тесіліп кетуі мүмкін деген сияқты. Ішіндегі мысалға дисплейлері жасамай қалуы мүмкін, бұның платысы болады,
манағы айтқандай инвертор иномарка болған сайын бұның айтып отқандай көп нәрселер бар да, байқап отқан шығарсыз. Ал манағы механический холодильниктерді алатын болсақ, жалпы мен кеңесім сол механический холодильниктерді алғандарың дұрыс болады. Неге десеңіз, мен клиенттеріме күнде айтам, егер мені күнде көргің келсе, онда иномарка ал. Егер де мені көргің келмесе, онда механический холодильник ал деп айтып, солай қалжыңдап кетем. Себебі иномаркілер ода көп дүние болған себепті, яғни запчас тез бұзылуына себеп болады. Яғни бір нәрсесі бұзылмай қалса, мысалы мына жерде вентилятор істемей қалса, не болады? Вентилятор істемей қалса, конденсаторы салқындамай қалады. Яғни мотордан шыққан ыстық фреон конденсаторын қыздырып, одан кейін давление күшейіп, вентилятор істемеген себепті. Содан кейін үлкен қызу болғандықтан компрессор қызып, өзі сөніп қалады. Одан кейін ішіне салқын болмай қалады. Сол себепті бұның әрбір нәрсесі бір маңызды рөл атқарып тұр бұл жерде. Бұрында байқасаңыздар, мына кішкентай конденсатор деген зат, мына российский холодильниктердің, яғни белорусский болсын, российский болсын холодильниктердің артында тұратын еді. Яғни уже ол бір вентиляторды қажет етпейді деген сөз. Ал мынандай қылып, кішкентай қылып осы жерге сыйдырған себепті оның ішіне вентилятор қондырған. Вентилятор егер де істемей қалса, онда ол уже істен шығады холодильник. Ал советский холодильниктердің артында тұрған конденсатор ол өзіміздің үйдің ауасымен салқындап, охлаждение болып, вентиляторға мұқтаж болмайды. Сол себепті иномарка комфорт болған сайын бұған көп қарау керек деген сөз. Внимание. Яғни кітаптарын оқыған дұрыс болады. Яғни холодильниктің ішінен обязательно міндетті түрде холодильниктің ішінен кітап шығады. Яғни инструкция использование холодильника деген сияқты, руководство деп па, в общем, сондай холодильниктің ішінен кітаптар шығады. Жалпы сол холодильниктерді ішінен шыққан кітаптарды оқып, өзіңізге керек, қалай пайдалану керек, ең минималды түрде хотя бы соны оқып біліп алсаңдар, онда нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Себебі білім мен пайдаланылған, қолданылған, істеген нәрсенің бәрінде хайыр бар. Яғни холодильникті бұзылмауына, шығын шықпауына деген сияқты нәрселерді айтып отырмын. Біздер ондай кеңестерді айтып отырсақ та, бәрібір жаңа айтқандай, оны істемейтін, оны білмейтін, оны ұмытып кететін клиенттеріміз өте көп. Сол себепті біздің қанша өзімізге тиімсіз болған кеңестер болса да, бірақ ол ризық деген нәрсе, ол бәрібір келеді. Сол себепті біздер оның келмеу қалуынан қорықпаймыз. Сол себепті біздердің кеңестерімізді тыңдап істейтін адамдар болса, онда сол мұқият қарайтын болсаңыз, бұндай нәрселерге апармайды жалпы. Алдын алуға болады. Сол енді міне осы жерде бәрін айтып болған сияқтымын. Қатысты жалпы көп нәрсені білдіңіз деп ойлаймын. Бұған дейін ол нәрселерді білмейтін шығар деп ойлаймын. Және де бұл қазақ тілінде бастап отырған каналымыздың берекетін берсін. Және де сіздер сол каналымызды ары қарай басқа да адамдарға пайдасын тию үшін бөлісіп отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін соңына дейін рахмет. Және де тағы да қызықты нәрселер түсіретін боламын. Сыйлықтар ұйымдастырамын. Бұйырса алдағы уақытта.